Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Инстаграмдағы бизнес профильге ауысуды көрсететін боламын және не үшін қажет екеніне тоқталамын. Алдымен орнатуын қарастырайық. Ол үшін өзіңіздің профиліңізге өтіп, баптауларыңызға кіресіз, яғни үстіңгі оң жақ бөлікте орналасқан. Осы жерден аккаунт бөлімінде бизнес профильге ауысу деген батырма бар. Соны басамыз және жалғастыру батырмасын 3 рет басамыз. Одан кейін Facebook пен Instagram'ды интеграциялауыңыз қажет. Яғни сіз Instagram'дағы парақшаңызды Facebook'тегі өзіңіздің бизнес парақшаңызға байланыстырасыз. Ол үшін жалғастыру батырмасын басасыз. Осы кезде Instagram сізге осы аккаунтыңызға тіркелген бірнеше бизнес парақшаны көрсетеді. Егер сізде бірнеше болса, егер біреу болса, біреуін ғана көрсетеді. Бірнеше бизнес парақшаңыз болса, міндетті түрде осы Instagram аккаунтқа интеграциялайтын Facebook'тың бизнес парақшасын белгілейсіз және әрі қарай батырмасын басасыз. Өзіңіздің бизнес профиліңізге қоятын ақпараттарыңызды енгізуіңіз қажет. Алдымен электронды поштаңызды енгізіңіз, одан кейін телефон нөміріңізді енгізіңіз. Одан кейін міндетті түрде орналасқан мекен-жайыңызды енгізгеніңіз дұрыс болады. Ақпараттарыңыз дұрыс болса, оң жақ үстіңгі бөліктегі құсбелгіні басып, ақпараттарыңызды сақтаңыз. Сіздің аккаунтыңызда өзгерістер пайда болды. Яғни сіздің аккаунтыңыздың ақпараттарыңыздан кейін call, email, directions деген 3 батырма пайда болды. 3 батырманың көмегі сіздің клиенттеріңізге бірден хабарласуға, телефон нөмірі арқылы, электронды поштасы арқылы хат жолдауға және сіздің көрсеткен мекен-жайыңызға Google Maps-тің көмегімен жетудің жолдарын көруге мүмкіндік береді. Достар, егер де бизнес профильге ауыспаған болсаңыздар, осы видеодан кейін міндетті түрде ауысасыздар деген ойдамын. Каналыма жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк қойып, міндетті түрде каналға жазылып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.